Түркістан облысында 700 келі есірткі тасымалдаған автокөлік анықталды. Есірткі сатушыларды ұстау операциясын есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мен Созақ ауданының қорықшылары жүргізді. Жедел уәкілдер көлікті тінту кезінде ішінен 37 полиэтилен қапшығы мен өсімдік тектес есірткі заттары бар бірнеше ыдыстарды тапты. Сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленіп алынған есірткі заты жалпы салмағы 650 келіден асатын кептірілген марихуана және 48 келіге жуық гашиш болып шықты. Анықталғандай екі күдікті есірткі салынған қапшықтар мен ыдыстарды алдын ала дайындап Жамбыл облысынан шыққан. Одан әрі олар Созақ ауданы арқылы жол бойында айналма жолдармен Қостанай облысына қарай бармақ болған. Алайда Бетпақдала аумағында көлік жүрмейтін жолдармен жасырынып кетіп бара жатқан көлікті қорықшы байқап қалып, полицияға хабарлаған. Осы аталған екі азаматтың жеке бастары анықталып, олардың біреуі Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны екені, екінші Жамбыл облысының тұрғыны екені анықталды. Аталған азаматтар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бүгінгі таңда полиция қызметкерлері күдіктілер есірткінің ірі партиясын қандай мақсатпен тасымалдағанын, сондай-ақ есірткі құралдарын жеткізу арналарын анықтауда.